Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге менің сүйікті тағамдарымның бірі гуляштың рецептімен бөлісемін. Еті сондай жұмсақ, соусы да сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құямыз. Мен осылай жылқы майын қолданамын. Бізде орташа отта жанып тұрған болу керек. Кесек қылып туралған етімізді салып, жақсылап 15 минут орташа отта қуырып аламыз. Толықтай қоңыр түске ену керек. Міне етіміз осылай қоңырқай түске енгеннен кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, тағы да жақсылап араластырып 5-10 минут қуырып аламыз. Одан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді томат пастасын саламыз. Шамамен мен 1-2 ас қасық салдым. Кішкене 2-3 минут қуырып алуымыз керек. Сол кезде дәмі одан әрі дәмді бола түседі. Қуырмайтын болсаңыздар, томаттан қышқыл дәмі шығып тұратын болады. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне кішкене ыстық суымызды құямыз. Ортасына дейін жетіп тұрса жеткілікті. Араластырып, шамамен 1-1,5 сағат етіміз піскенше бұқтырып пісіріп аламыз. Әзірше біз гуляштың соусын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға ұнымызды саламыз. Ешқандай май, ешнәрсе құймаймыз. Таба құрғақ болып тұру керек. Жақсылап араластырамыз да, орташа отта біз осы ұнды қуыруымыз қажет. Орташа оттан төмен болып тұрса да жақсы, ұнымыз күйіп кетпеу керек. Міне осындай сарғыш түске ену керек. Енді осы қуырылған ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы суымызды қосып, шанышқының немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйықтық болып шығады. Енді осыны алып, піскен етіміздің үстінен құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер гуляш сұйық болғанын қаласаңыздар, осы жерде тағы да үстінен су құйсаңыздар болады. Егер қою болғанын қаласаңыздар, су құюдың қажеті жоқ. Араластырамыз да, жай отта тағы да 5-10 минуттай бұқтырамыз. Біздің гуляш дайын. Осындай қоюлықта болып шықты. Гарнирге мен күріш дайындадым. Ерекше әдемі, иісі де дәмі де өте керемет болып шықты. Сіздерге де осыны отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлі де алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.